Достар, ассалаумағалейкум. Баршаларыңызға қайырлы күн. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін ауа райы деген Алматыда сәл салқындау болып тұр ма? Жоқ, ысып кететін сияқты ма беттен кейін. Бірақ Алматының погодасына сенім жоқ, енді көреміз. Ауылда 3-4 күн болып жұмыстардың барлығын бітіріп келем дегенше Алматыда жұмыстарым өте көп болып жиналып қапты. Бүгін демалыс болса да жұмыстармен жүрейін деп тұрмын. Мынандай прыщиктар шығып кетті бетіме күннің ыстығынан. Ана жерде бопашиым тұр. Мініп аламыз да жұмыстармен шығамыз. Барлықтарыңызға күндеріңізге сәттілік. Жақсылап демалыңыздар сіздер. Ал мен жұмыс жасайын. Құрметті достар, негізі алдында ауылда жүрген кезде доставкалардан көптеген проблемалар болып қалды. Кешігіп жатыр. Баршаларыңыздан кешірім сұраймын. Әсіресе Қырғызстандағы клиенттерімнен. Осы Қазақстанда барлығы енді өзімнің нем болғаннан кейін жақтан жіберген оңай болды. Ал Қырғызстанда қазір бір дос балаға жібердім. Нұрғазы деген бір досым бар еді, бауырым. Соған жібердім. Ол Алла қаласа баршаларыңыздың заказдарыңызды бүгін таратады, жібереді. Заказдар жиналып қалды. Примерно бір 10 шақтылай жібердім. Бұдан кейінгі тауарлар кешікпейді. Алла қаласа барлығы жақсы болады. Барлығы өз қалпына түседі. Так что уайымдамаңыздар. Сәл кішкене мен ауылға барып кідіріп қалғаны бар. Әйтпесе уақытысымен дұрыс кетіп жатқан. Бұйыртса заказдарды әлі қабылдаймыз және де уақытысымен жібереміз.